Ақтау, Атырау, Ганюшкенің жолдары жасалып жатыр ма, жасалып жатқан жоқ па? Одан әрі Ресейдің ішінде Калмыкия, Дагестан, Чечня, Владикавказ, одан әрі Грузияның ішінде Батумиден ары қарай Турцияның ішінде Каппадокия, Анталия, Стамбул, Самсон, Трабзон, соның барлығын көлікпен айналып шығатын боламыз. Миссия басталды. Ассалаумағалейкум, эфирде таң ат баласы, кеттік. Жайлап дайындалып отырық. Мынаның бәрін беспорядктың барлығын реттестіру керек. Мынандай холодильник OLX-тен тауып алдым. Іші мынадай, короче. Сүт кетті. Мынаның ішінде жылқының қуырдағы, 2 қазы. Мынау шайға. Мынау завтраки колбасамен. Есігін жауамыз пока. Бір бөлмелі пәтерімізге кіреміз. Так, көлікке отырып атырық, басталды тема. Анау, мынау. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Түнімен көлікті айдап келдім. Қазір данный момент Досордамын. Бір терміз, бір стаканды, короче, шаймен заправка жасап алдым. Жаниям ұйықтап отыр. Сол қазір көлікке барып, әрі қарай жол тартатын боламыз. Атырауға жетіп алу керек, мәселе. Одан әрі қарай ең сүйікті жолым бар. Құрманғазының жолы, яғни Ганюшкин. Сол жолға түсіп, онда бір примерно 6-7 сағатта бағындырып тастау керек болып тұр. Аманшылық болса. Сондай план. Сағат таңғы 10. Атыраудан шығып бара жатырық. Жолымыздың бағыты осындай. Көріп тұрғаныңыздай. Бұл Құрманғазы трассасы, яғни Ганюшкин. YouTube каналы Обожаю Асхат Ниязов дейтін жігіт бар. Осы Атырау облысының әкіммен жолығып сөйлескен болатын. Сол кезде айтқан, жалпы осы жылдың аяғына дейін осы трассы болады деп. В этом году открыть проезд 2 асфальтами. Да? Будем, да. Сол енді көреміз, қаншалықты жұмыстар жүріп жатқан осы жолда. Енді Атыраудан шыққаннан почти толық Хамит Ерғалиевке дейін асфальт салынып тұр. 2-3 объезд ба, сондай тұр. В основном нормально бәрі. Енді осы жолдың әрі қарай қаяққа дейін баратынын көретін боламыз. Хамит Ерғалиев ауылында бір объезд тұр. Айналма жол. Мына жерде көпір салайын деп сол үшін айналып Атырау деймін осы жол, айналма. Бақсай өзегі. Қараңдаршы, әдемі екен, е? Қойшы! Хамит Ерғалиев ауылынан шыққаннан кейін жалпы грейдер. Ол грейдерде 7 километрде жүріп келдік. Енді міне тас жолға қайтадан түстік. Алдымызда ауыл көрінді. Алдағы жолдар қызық болайынды, неде болса көреміз. Қалай болып тұрған. Жалпы техника барлығы жұмыс жақсы жатыр. Қарқынды жүріп жатыр. Бірталай асфальт салып тастаған. Баяғыдан салуы керек қой мына жол деген. Қарайған халық бар алдымызда. Құрманғазыдан бөлек Исатай бар. Атпыстаудың өзі азғантай ауыл емес былай қараса. Аққыстау ауылының ішіндегі жатырық. Мына жерде мынандай әдемі мешіт бар. Асфальт салынған ауылдың ішіне. Тіке жару өтетін жолында. Қандай бақыт дейсің ғой бұл, а? Осы Аққыстаудан әрі қарай кішкене проблема болады шығар деп ойлап жатырмын. Жалпы мына Исатайға дейін жетем ба деп жеткізіп жатыр. Бір жағынан шаршап жатыр. Дегенмен де барлығы түсінікті. Бұл жол деген Исатайға дейін жоқ. Баяғы ескі трасса жатыр, қырық жамаумен. Кейбір жерлерін қырып алып тастаған, кейбір
көшелер сол баяғы күйінде тұр. Міне мына жерде мысалға уже асфальттың бәрін алып тастаған. Дәл осылай болып тұр. Әрі қарай жолдасым айдап кетеді. Все, до конца түсіріп тастайын ба деп едім. Көзім разрешение бермей жатыр. Көзім отказ беріп қояды. Трассада болса мана тоқтап уже ұйықтап алатын уақыт болады. Мына жақта енді мызғып былай жүре бересің ғой. Енді дегенмен де аяғым соғып кішкене бір демалып болмасам болмайды деп тұр. Ұйқыдан аман есен оянып алдық. Вообще шынымды айтсам ұйқы болған жоқ. Никак ұйқы болған жоқ. Себебі былай айтқанда манағы монумент Адай-атадан кейін вообще жол жоқ. Порядка білмеймін неше километр екенін. Дегенмен де енді сол Адай-атадан бері қарай жаңағы Исатайдың үстімен, Исатай ауылының үстімен Ганюшкинге дейін почти вообще жол жоқ қой. Сол баяғы жартас әлі сол жартас болып тұр. Дегенмен де жарты жолдың барлығын бітірген. Олардың барлығын жақсы келдік. Ендігі мәселе біздер неге келіп қалды? Шекараға. Бізге рубль керек болатын шығар. Міне валютчиктер тұр. Вообще нешеден екенін білмеймін екен. Былай терезе ашамыз, жайлы вообще түсеміз. Саламатсыздар ма? Рубль қаншадан болады, апа? Рубль 503 беріп жатырмыз. 503? Мына бар ғой, 1000-дықты 100-дік қылып бере қойымшы. Бармай 100-дік теңге бермейсіз, бар менде 100-дік жоқ. 50 000 теңге аударып алдық. 9400 рубль нешен керек дейтін болсаңыздар, қазір жалпы алда страховка жасау керек бола ма, бензин керек па деген сияқты сол мәселелерге ғой. Так, сағат 3-те келіп едік. Әлі тұр. Жүрмей жатыр ғой. В общем, Қазақстанның границасынан шығып кету, шекарасынан шығып кету қиын болады. Нешінші көлік болып тұрмын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші болып тұрмын. Мына фураның ар жағында еще қапталдасып кіріп атқандар бар. Оларға не қыл дейсің? Айқайласасын ба? Жан жалдасасын ба? Шанс жоқ сияқты ешқандай. 1 сағат болды тұрғанымызға. Хотя бы жіберіп атса, онда болады да. Вообще тұрып қалды да, вообще жүрмей қалды. Очерт жүрмей қалды. Сондай қызықтар болып отыр. Біздер отырып жайлап жанұямызбен. Незет жоқ? Осындай жаманда күткен. Жіпсіз байланып. Жол болса әйтеуір тапай бересің ғой. Вариант жоқ ешқандай. Шекара жүрмей жатыр ешкімден. Білмеймін неге екенін. Что там, бастап кеткен сияқты келіш. Братан, кіріп кетейік, кішкентай балдар бар еді. Ар жақтан түсіремін не? Үлкендер бар ма? Кішкентай балдар келейін. Все, сауыш. Жалпы не болып кетті деп түсінбей қалдыңыз ба? Барлығы кезекте тұр. Кезектің артындағы адамдар да былай-былай алдына кіріп, кипиш басталып кетті. Сол сияқты біз де өтіп кеттік. Дегенмен де шекара қызметіне түсіндіріп айттым. Қасында кішкентай балдар бар. Өткізіп жібересіз ба деп, жаңағы естігеніңіз бойынша. Ол өткізіп жіберді, проблема жоқ. Дәл сол жерге тоқтадым да, бала шағаларымның барлығын түсіріп, олар бөлек өтті, анасымен бірге. Ал мен өзім бөлек өтемін. Именно осы Қазақстанның процесінде дәл солай бөлек өтеді. Одан кейін паспортный контрольға бардым, паспортты бердім, тексерді барлығын. Барлығы жақсы болғаннан кейін көлігімді бір тексерді де өткізіп жіберді. Жалпы айтатыным, егер көлігіңіз кредитте болатын болса, жалпы үйіңіз, атыңыздағы үйіңіз ипотекада болатын болса, ешқандай шекарадан өту проблемасы жоқ. Барлығын тексереді, барлығын қарайды, барлығы жақсы болса өткізеді. Аллаға шүкір, Қазақстанның шекарасын 1,5 сағатта өттік. Мынадай табиғат айналамызда. Керемет бәрі. Енді не мост дружбы деген бар. Дос көпірі. Содан өтіп бара жатыр. Әрі қарай уже
Беларусь мемлекеттің шекарасы күтіп алады біздерді. Россияның шекарасында тоже 1,5 сағат болып тұрғанымызға. Қазір мен данный момент мен кірем. Мынау шақырмайды. Шақырды ғой. Видеоға түсіру керек екен ғой мадан бері. Ой, қуанып кеттім мен. Қуанып кеттім, жайлап келе жатырмын. Жүктерін бәрін түсіртіп қаратып отыр ғой мына короче. Жүктерінің бәрін түсіртіп қаратып отыр. Бізге де артын бәрін шығару керек шығар. Адамдар шаруа түсетіп кетті. Түсіруге болмайды дейді. Сонда да қоймай тұр көзді. Шекарадан аман-есен өтіп алдық. Біздің машинамыздағы дүниелерді шығар, анау мынау деген жоқ. Сау болсын, қазақ бала екен. Жалпы түсінігі бар. Ол үшін сөйлесіп бәрі нормально қылып жүр. Одан кейін сыртқа шыққаннан кейін страховка жасатып алдым. Себебі мен осы жолмен жүрем, ертең обратно қайтып келатқанда да осы жолмен қайтып келем да. Сол себепті лишний әңгіме, проблема, солардың қыртыған темалар керек емес деп страховка алып алайыншы деп шештім. Одан кейін сим-карта алып алдым. Сим-карта 200 рубль болды, ал страховка 2000 рубль болды. Біздің теңгеге аударғанда білмеймін неше екенін. Вот это поворот! Все, жалпы енді Верхний Ларсқа жазып қойдым. Немді, навигаторымды. 9 сағатта жетесің деп тұр. 601 километр, 70 километр ойдым қателеспесем вообще. Өтіп кеткеннен кейін бәрі кәдімгідей. Манағы тұрғанның барлығы ұмытылып кетті ғой. Уже көлікке отырып, айдап кетқанда жеңілдік сезіледі. Бағыт мынадай. Понтонный мостқа келіп жатырмын. 170 рубль төлеп, осы жолмен өтесіңдер. Прикольно ғой мынамен жүрген жалпы. Короче, темір бір-бірінің жігінен айырылып кетсе, суға кетесің ғой еще. Астраханда тұрым. Заправка 48-де 9 дейді. 53 литр кетті. 2613 рубль болды. Базар жоқ. Енді газ заправканың ішіне керек заттарды алып аламыз да. Дальше жолға тартамыз. Шай, анау, мынау. Кешегі қуырдақтардан жайлап жеп алу керек болып отыр. Қаздан. Қайсы жігіттерді кетерлер. Мынау деген не болып отыр мына жерде? Уах. Что-то мен көзім айналып кеткен сияқты жолда. Қазы, қуырдақ. Басқа не керек те? Шай, нан. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біздер кеше Дагестанға жетіп, Хабиб Нурмагомедовтың ауылына жеткен болатынбыз. Оның алдында Калмыкиядан өттік, Азамат Мусагалиевтің ауылынан. Ал қазір Чечняға кіріп келе жатырық, Рамзан Кадыровтың екеніне. Сол жүріс жалпы бәрі керемет, примерно атмосфера мынадай. Барлығы жап-жасыл болып тұр. Яқтан тез-тез өтіп кетейік. Жақсы, өте әсерлі болып тұр жол, көріп отырсаңыздар. Кеше негізі нешелерде келдік біздер, Гүлей? Түнгі екілерде келіп жетіп сүріндік. Сол жерде жалпы барлығымыз осы көлікке қонып алдық. Одан кейін таңертең жуынып шайынып жолға шықтық. Владикавказға келіп жатырық. Енді мына алдымыздағы тауларды көріп тұрсаңыздар, сол таудың ар жағына өтуіміз керек болып жатыр біздер. Себебі осының ар жағында Грузия бар. Одан әрі Турция. Әдемі келе жатырық. Сағат неше болды? 10. Сағат күндізгі 10 болып кетті. Так, Россияның шекарасына келіп жатырық. Верхний Ларсқа. Көлік мүлдем жоқ. Бос болып отыр. Мына жерде жөндеу жұмыстары жүріп отыр. Вообще отлично. Кәм раз на два өтіп кетсек керемет болайын тұр ғой примерно.
Ана бір Короллада жағаласып адаммен алдымнан өтіп қалай по-любому өтті, үйтті бүйтті, короче. Бермей келден просто оның алдындағы цивик. Тоже жүріп болмай, короче. Әдемі. Қазір шулдап барып Грузиядан шығып кетсек, иншалла, жақсы болады. Имеется в виду, Грузиядан шықсақ деген ғой. Россиядан шықсақ, Грузиядан шықсақ па қалай болады? Кірсек Грузия. О, ну да, это я. Шекараны өтіп алдық. Енді нейтральная зонада келе жатыр. Алдымызда Грузия мемлекетінің шекарасы бар. Содан өтіп кетсек. Ана деген андай тауды ойып туннель жасақ болған, соның ортасымен өтетін боламыз. Бұл жолдарды енді ешкім сірә жасамайды. Нейтральная зона бұны не Россия жасамайды, не Грузия жасамайды. Талқаншы бар. Мындай шустрилар ол жебеді ары қарай. Не Грузияның шекарасы осындай. Келіп алып тұрамыз енді. Так, мынарды солға қарай жүріп тұла, негізі оңға қарай кетіп. Барлық жақта жөндеу жұмыстар жүріп жатыр. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бұл YouTube арнасы Таң ат баласы. 2 күнді артқа тастап, біздер Ақтау қаласынан Грузия мемлекетіне өзіміздің көлігімізбен, жанұямызбен бірге келген болатынбыз. Жалпы бұл видеода өз көлігімен шекараны асып Грузия мемлекетіне, әрі қарай Турция мемлекетіне барғысы келіп жүрген адамдар болатын болса, бұл видео сендерге арналады. Одан да бөлек жалпы өзімнің көлігіммен шыққан жағдайда қалай болады дейтін сұрақтар туындайтын болса, барлық сұрақтарыңызды осы видеодан табатын боласыздар. Комментарияға ойлаған сұрақтарыңыз болатын болса, мазалап жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, жаза кетіңіздер. Барынша шамам келгенше жауап беремін. Жалпы видеоның темасы бұл жолдардан қалай өтеміз, шекаралардан қалай өтеміз, жолдарда қалай жүреміз деген мәселелер көп адамды мазалайды. Сондықтан да соған шешімді табуға тырысамыз осы видеода. Міне 2 күнімізді артқа тастап, ол күндердің әр қайсысында қызықтар болды. Сол себепті осы видеода жайлап айтып отырам. Дәл қазір біздер міне шекара Верхний Ларстан төмен түсіп келе жатыр. Мына серпантинный жолдармен. Одан бөлек мына табиғатпен бөлісе кетейін. Қарасаңыздар, өте керемет болып тұр. Енді көздің жаны арналап, мына жерде адамдардың барлығы демалып жүрген, осылай саяхаттап жүрген, тек қана Грузия мемлекетінің өздері емес, Қытай бар, кореец бар, в общем, адамдардың түрін кездестіресіз бұл жерде. Сондықтан да баршаңызды саяхаттауға шақырамын. Өмір саяхат, Таң ат баласы. Грузияға келген бағытымыздағы алғашқы заправка 149-да 16, 60 литр кетті, қазір санайды. Карточка, да? Да. Бұл жерде бір қызығы, заправщиктің өзі тіке заправщиктің өзі сразу ақша қабылдайды. Сейчас, минутку. Жолда келе жатсақ, мына жерде ГАИ қызметкерлері көліктің барлығын тоқтатып қойған. Білмеймін неге екенін. Что случилось? Не знаете? А? Не пускают? Жолда жалпы жөндеу жұмыстар болғасын, сол себепті тоқтатқан болғатын манаға. Көріп отырсаңыздар, міне жердеген опырылып кеткен болып тұр ғой. Жалпы комментарияға келесіде қай қалаға баруға, қай мемлекетке баруға болады, қай мемлекетті көлікпен барғанды қалайсыздар деген сияқты өздеріңіздің ойларыңыз болатын болса, комментарияға жазып отырыңыздар. Барынша сол комментариялардың ішінен біреуін таңдап келесі қалаға баратын боламын. Сондықтан да комментарияңызды аямай барлығын жазып реттестіріңіздер. Мен өзім жалпы өз көлігіммен Европаға шыққым келеді.
соны бүгінгі таңда көп ойлап жүрмін. Жалпы бұрыннан бар ол ой. Дегенмен де осы видеоны қарап отқан виза жасайтын жандар болатын болса, компания болатын болсаңыздар, маған хабарлассаңыздар болады. Шенген визасы керек болады маған. Одан кейін мені мазалап жүрген сұрақтар ол мемлекетке көлікпен барған кезде страховка керек па, көлігіме тағы қандай құжаттар қажет, сол толық информация қажет болып тұр. Егер сол осы сұрақтардың барлығын я болмаса өз көлігімен Европаға барып келген адамдар болатын болса, сондай бір жақсы информация беретін адамдар болса, осы комментарияң астына жазып кетіңіздер. Я болмаса менің инстаграмым Таңат баласы, сол жерге дайректке жазсаңыздар да болады. Обратный связь міндетті түрде беремін. Сол себепті алдын ала баршаңызға рахмет. Сонымен жалпы серпантинный жолдармен жүріп өттік, яғни айналмалы жолдардан, таулардан, төмен құттық құламалардан ауылдың ішіне келіп жатырық. Енді одан әрі қарай автобанға түсеміз, автобаннан Батумиге. Батуми қаласына жол тарттық. Қандай үлкен автобанға түсіп алдым. Бұл автобан 110 км сағат. Енді байқап отырсаңыздар, жалпы манағы Верхняларс пен Батумидің арасы 470 км. Жол бойы осындай одностороннее движение. Жарық шамдары қосулы тұр. Өте көлік айдауға түнгі мезгілде ыңғайлы. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Жалпы кеше түнде таңда сағат 4-терде Батумиге кіріп келген болатынмын. Қараңыздар, Қара теңіздің маңында тұрмын. Жаңа барып бір сүңгіп шықтым. Өте жып-жылы болып тұр. Там ощущение дерзкий. Дарабоз болып тұр. Мен Дикий Данияр Дарабоз, одинокий тигр, Найман Сатыр. Обутали Примакс. Алдыңғы жылы біздер келген болатынбыз, осында Майролс дейтін гостиницамен сөйлесіп. Келе бер, қазір көреміз, варианттарын қараймыз деп жатыр. Сол жаққа барып, іштегі бір киімдердің барлығын жудыртып алу керек болып тұр. Страшняк, вообще незамедлительно. Сосын қайтып шығып алып, теңізге келіп, суға түсіп, демалып жату керек болып тұр. Әйтпесе шаршау шықпай деп тұр сол айнан. Отельге бәріне орналасып алдық. Шай тамақ ішіп алдық. Енді Батуми ботаникалық саты бар екен. Соған келе жатырық. Ботанический садтың ішіне кірдік. Жалпы барлық семьямызға 80 лари алды. Енді ботанический садтың ішінде талдардың биіктігі көздің жанарына алып тұр. Расымен де. Мына жерде әрбір талдың өзінің атауы бар екен. Карделина южная дейді мысалға. Мына жерде тағы бір талдар бар. Мен мынаны оқи алмаймын. Мынау деген көне камария дейма бірдеңе дейді, короче. Мынау камелия японская, натал. Так, күндіз шаруалардың барлығын реттестіріп, суға түсіп болып, енді кешке қарай жайлап қыдыруға шықтық. Жалпы Батумидің дәл жүрегінің ортасында дәл осындай парк бар екен. Адамдар қыдырып, серуендеп жүретін. Вообще настроениенің кәдімгідей 100%-ға көтеріп тастады. Жалпы мана кішкене ұйықтап қалып, демалып, меңзең болып тұр едім. Енді далаға шығып едім. Вообще тема болып тұр ғой, вообще ұнап тұр маған барлығы. Енді қазір дәл осы американский киноларда байқайтын болсаңыздар, дәл осындай судың шет жағасында адамдар
спортпен айналысып, біреулер жүгіріп жүреді. Сосын туынандай бір үйдің жоғарысынан бір винтовкамен қарап, жалап, сығалап тұрады да, тарс-тарс атуға дайындалып. Дәл сондай жерде мына жерде газонды басуға бола ма, болмай ма білмеймін, бірақ енді басып кетейік. Мына жерде причалдар мынадай. Қараңыздаршы, қандай тамаша болып тұр. Мына жерде өзінің тоже әйгілі ғимараттарының бірі. Теңіз жағажайына келе жатырық. Жалпы дәл осындай теңіз жағажай бізде Ақтау қаласында да бар. Осындай пальмалар да бар бізде. Бірақ өкінішке орай біздің пальмалар искусственный, жасанды. Дегенмен де олар өзінің атмосферасын береді. Мынандай үлкен ғимараттар жоқ, бірақ теңіз жағада. Одан бөлек мына жерде көріп отырсаңыздар, билбордпен барлығын жауып қойған. Арғы бетіне теңіз бағытына қаратып қойған кафешік ресторандарды. Жалпы салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, барлық велосипед, барлығын осы теңіз жағаға қойып қойған. Туристерді дәл осы қалпымен шақырып отыр. Қарап отырсаңыздар, бұл да қара теңіз, ал бізде Каспий теңізі. Дегенмен де бізге де осылай туристерді тартуға болады, қалай болғанда да. Бірақ енді білмеймін, біздің теңіз жағажайдағы барлық осындай дүниелердің алдырып тастаған әкімшілігіміз барлығын Ақбота паркке қарай жіберді. Дегенмен де енді бірақ қазір ол жақта бос болып тұр, тек қана осындай адамдар кешкі құрылым жүреді. Және де кішігірім жаңағы базар саудасы болады, азғантай. Жаңағы балдарға ойын сауық деген сияқты оларды да отырғызбайды, ол жерге барлығын қуып Ақбота паркке қарай жібереді. Бірақ шетел болып тұр. Ана жерде көріп отырсаңыздар, парашютпен ұшып жатыр, ана жерде катерлермен жүр, әртүрлі движуха жүріп жатыр. Ана жерде велодорожка жасап қойған. Бұндай велодорожка бізде Ақтауда да бар. Қалай болғанда да біздің Ақтау ол да дәл осындай болуға лайықты. Жаймен степ бай степ оған да жетуге мүмкіншілігіміз бар. Өте керемет. Қалай болғанда да жүргенде жұрттың энергиясы қалай болғанда саған қарай барады да. Бәрі энергичный, бәрі өлең айтып, на позитиві сондай темада жүрді. Тек кішігірім жерден тырс-тырс әдемілеп жасай қояды. Шөптің үстіне қойып тастаған, былай қарасаңыз не подонға, кафешка ретінде ау, сушняк деген сияқты темамен лампочканы жандырып қойған. Барлығын қойған, отырып демалуға условия да, былай айтқанда кішігірім. Мына жерде өзінің мынандай әдемі ғимараттары бар. Мариот дейтін отель болу керек. Все, жалпы недегі Батумидегі теңіз жағажай осы. Әрі қарай жүретін болсаңыздар, Али мен Нони бар. Тоже христиан қызы мен мұсылман жігітті қосыла алмай кеткен туралы монумент. Оны осының алдындағы видеода көрсеткен болатынбыз, дегенмен де бір кішігірім шолу жасап жатқаным. Ассалаумағалейкум. Міне көріп отырсаңыздар, тағы қазақ бауырымыз жүр. Сөйлесіп көрейік, не айтады? Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Бұл қазақтың машинасы жүр. Қазақтың машинасы барлық жерде жүреді, аға. Сіз қайдансыз өзіңіз? Алматыдан. Біз Ақтауданбыз. YouTube арна Таңат баласы. Сол жерге жазсаңыз, бұйыртса осы видеоны көретін боласыз. Жақсы, аманшылықта. Таң қалып жүрміз дейді. Жалпы осы қазақтың машинасы Батумиде жүргеніне біздер енді барымызша көлікпен жүргенімізді жақсы көреміз. Самолетпен ұшып барғанды ұнатпаймыз, өте қатты. Осы көлікпен жүрген маған өзіме ыңғайлы, әрі эмоция береді. Көрмеген жолдарыңды жүресің, былай айтқанда. Ал жолға шық, жолдың өзі әрі қарай жетелейді деген неміз бар, өзіміздің позициямыз бар. Сол себепті сол позицияны ұстанып, жайлап өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Біздер енді жалпы бүгін
осы жерде қонамыз. Қонақжайымызға барып сол жерге қонып, демалып, ертең аманшылық болса, таңғы асымызды ішіп, әрі қарай жолға шығатын боламыз. Жалпы байқайтын болсаңыздар, казино, Батуми казино, барлы казино. Бұл жерде қалтасы үлкен шенді жігіттер жүреді. Енді ақшаны, көліктері вообще масқара. Кілең байқап отырсаңыздар, майбықтар, өте қымбат көліктер. Бұл Батуми жалпы осы игровой бизнеске көңілді қатты аударған. Мен дұрыс келе жатырмын бекен, односторонний движение емес бекен деген ойға түсіп қалдым енді. Аларда бірден алып келген болып тұр былайынан. Так, ладно, мен жаңа байқамай қалдым бері қарай кіріп жатқанымда. Не де болса енді көре жатамыз, мынау бұрылам деп келе жатыр. Окей, все, я тебя понял, родной. Түсіндім. Односторонний екен. Батумидің қақ ортасында односторонний мен айдап жүргенде. Ал мына жерлерді қарайтын болсақ, бұл Турцияның көшелеріне келіп тұр, себебі Истекляль көшесі дәл осындай. Бірақ дегенмен ол жақта көлік тұрмайды. Но дәл осындай көшеде барлығы анау-мынау заттарын сатып отыр. Ресторан, донерный, кафешка, кофейня барлығы бар. Бір жағында музыка, бір жағында тағы бірдеңе деген сияқты. Дәл сондай колорит келіп тұр мына жерде. Аман-есе таңертең оянып алып, завтрактардың барлығын ішіп алып, енді жолға шықтық. Жалпы жолдың бағыты мынадай болып тұр. Енді ары қарай жол дегеніміз Турция мемлекетіне барамыз. Одан әрі Каппадокияға баруымыз керек болып тұр. Қазір картаны қарайтын болсаңыздар мынадай. И Каппадокияға түнгі сағат 11:30-12-лерде барамыз, аманшылық болса. Сол жерде қонып, көліктің ішінде әрі қарай сол таңда ояқта үлкен шарлар аспанға жібереді, ұшырады, яғни солардың барлығын тамашалауға үлгеріп баруымыз керек болып тұр дегенмен. Турцияның шекарасына келіп жатырық. Батумидің дәл қасында жарты сағаттық жол екен. Мынау мені тоқтатып отыр. Не қылдайды? Добрый день. Добрый. Вы Турцию уезжаете? Да. Турецкая страховка есть на машине? Надо сделать, да. Да. Сколько у тебя будет? 120 лари стоит месяц. 120 лари. Лари, да, наш грузинский деньги. Сағат 11-де не келіп жатырмын. Қазір шекараға. Дәл қазір міне шекарадан уже Грузия тарапынан өтейін тұр, ары қарай. Алдында бір машин тұр. Жалпы бұл жерде аз екен. Енді Турция жағына дейін қанша көлік бар екен білмеймін. Қазір соны барын айтатын болам. Примерно қазір движ осындай болып жатыр. Жап жаңа міне Грузия тарапынан шығып кеттік. Қазір нейтральная зонада тұрып, турецкий границаға келіп тұрық, шекараға. Алдымызда көлік азғантай енді. Түрік аркадаштар қалай тексеретін көретін боламыз қазір. Ал шығатын кезде жаңа Грузиядан даже есігімізді ашқан жоқ. Кете беріп, короче. Нормально. Так, шекараны өтіп алдық. Түрік шекарасын. Енді мына жерде тағы бір нәрселер тұр. В общем, болып тұрған сияқты қазір. Тағы дополнительно бір қарап жүретін шығар. Содан кейін шығып кетеміз уже бұйыртса. Енді түрік границасына, түрік шекарасына өту үшін тек қана бір терминал жасап тұр, содан өттік жеңіл мәшіндерге. Мына қапталында үлкен мәшіндерге жасап тұр. Ал Грузия мемлекетіндегі терминалда екеуі жасап тұр, одан екі-екіден өтіп. Чөта түрік мемлекетіндегі шекарада оларды дым тексерген жоқ, нормально өтіп кеттік, проблема жоқ, вообще есікті ашты, үйтті бүйтті, алкоголь, сигара бар ма деп.
ондай зат жоқ дедім. Все, баса беремін деді. Мен дәл осы жерге келіп тұрмын. Қазір мына жерде көреміз не бар екен. Дополнительно айта өтем. Бір сағатта жалпы Грузия мемлекетінен өтіп түрік мемлекетіне кірдік. Бала шағамызбен бәріміз аман есен қауыштық. Енді мынандай көріністер алдымызда. Тұр ғой мынау деген вообще. Айтатын жоқ. Страховка бәрі бар, тіп-тіке кете береміз. Жолдың барлығы бір тарапты жолдар. Айналамызда дәл осындай ғимараттар. Барлығы адамдар тұрып жатыр. Мына бетінде көріп отырсаңыздар Қара теңіз. Сол Қара теңіздің жағалауымен жайлап, жағалап, домалап келе жатырық. Осылардың барлығын біздер телевизорден, интернеттен көретін едік. Енді Аллаға шүкір өз көзімізбен көріп жатырық. Алпы сіздер де өз көзіңізбен көре аласыздар, көріп отырсыздар, ешқандай проблема жоқ. Турция мемлекетіне келу үшін өз көлігіңізбен. Қазір мүмкіндік болмайтын болса, саяхаттауға менің екінші бөлімімді қарауға кеңес беремін. Оның ішінде біздер Каппадокияға барамыз, Анталияға барамыз, әрі қарай Стамбулдан бері қарай Самсон, Орду, Трабзон дейтін қалаларына соғатын боламыз. Сол себепті егер осы видео ұнап жатса, алдын ала арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жаза кетіңіздер. Мен ол сұрақтардың барлығын оқимын, жауап беруге тырысамын. Егер білетін сұрақтарым болса, все, баршаңызға рахмет. Келесі бөлімде кездескенше.